Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және білім алушылар. Бүгін сіздермен Photoshop бағдарламасында жұмыс жасаймыз. Біз осыған дейін PowerPoint бағдарламасында слайдтар, презентациялар жасап келдік. Енді ол жерде көптеген мүмкіндік болмағандықтан және өзіміздің презентациямызды басқалардың презентациясынан әдемі шығу үшін осы Photoshopпен жұмыс жасаймыз. Бұны көбінесе мұғалімдер портфолио жасағанда қолданады және өзіміздің ашық сабақ өткен кездері. Енді осы Photoshop терезесімен таныстырып өтейін. Көріп тұрғандарыңыздай, осы Photoshop терезесінің сол жағында құрал саймандар бар. Осы құрал саймандарменен пайдаланамыз және оң жағында слойлар бар. Яғни өздеріңіздің жұмыс жасаған әрбір шаг дейді ғой, шагтарыңыз бар. Бұны қалай ашамыз? Енді файл создать деп ашамыз. Енді мен көбінесе жұмысты A4 форматында жұмыс жасағандықтан альбомный түрінде жұмыс жасаймын. Сол бойынша көрсетем. Егер сіздер өздеріңіз қаласаңыздар, A4 форматының книжный форматында істеуге болады, A3 форматтарында да істеуге болады. Онда мен ширинаны 297 деп аламын. Бұл стандарт белгіленген миллиметрде және высотасын 210 деп аламын. Міне, осы бойынша қалған жерлеріне тиіспейміз. Окей дейміз. Сонда бізге жаңа файл ашылады. Енді бұл файлды ашу үшін, біз жұмыс жасау үшін бізге дизайн керек болады. Ол дизайн үшін интернет керек болады бізге. Фон деп жазып алсақ, міне, фон вектор абстракция деп шығады. Мен көбінесе осы жұмыстардың бәрін серьезный және қаралау түсте жұмыс жасайтын болғандықтан, еще портфолиода да, презентацияда да әдемі шығады. Сол үшін бирюзовый түсті қолданамын. Осы жерден төмен қарап көрсеңіздер болады, қандай фонды алғыңыз келеді, бәрін көріп жұмыс жасауға болады. Мінекей, осының бәрін алуға болады, өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Енді мен мына түсті алайын. Бұны алу үшін мышканың оң жағын басып, сохранить как картинку деп аламын және рабочий столға сақтаймын. Міне, рабочий столға сақталды. Енді осы рабочий столдағы суретім, мынау, осыны ұстап мышкаменен төмен қарап Photoshop'тың үстіне тартамын. Міне. Сол кезде осындай суретімізді пайда болады. Өзімізге келген размерді алып аламыз. Және Enter батырмасын басамыз. Енді осы жерден бізге керек емес жерді осы құрал саймандармен алып аламыз. Болмаса, мына жерді керек еместі ерекшелеп белгілеп аламыз. Міне. Аккуратно жұмыс жасау керек. Міне, ерекшеленді. Және слойға барып, мышканың оң жағын басамыз. Растировать слой дегеннің үстін басып, делитені басамыз. Міне, сол кезде алынады. Енді мына үзіліп тұрған выделениелерді выделить деген жерге барып, отменить етсек, міне кетеді. Енді мен осы жерге өзімнің мектебімнің суретін қойғым келеді. Енді сіздер өздеріңіздің неңізге қарап көресіздер, ол үшін мен сурет аламын. Суретімді дайындап қойғанмын рабочий столға. Міне, осылай апарамын бірге мышкамен. Photoshop'ның үстіне келген кезде жіберем. Міне, жіберген кезде осындай сурет пайда болады. Міне, осыны әдемілеп қойып тартып аламыз. Және Enter батырмасын басамыз. Енді бұл біздің суретіміз артында тұру үшін осы суретті екінші жолаққа әкеп қоямыз. Міне, тұрды. Енді мен осы суретті өзімнің мына жерге суретімді әкеліп қойғым келеді. Ол үшін тағы рабочий столға барып, өзімнің суретімді тартып алып келемін. Осы жерге келген кезде жіберем.
Енді осы суретті әдемілеп осының размеріне келтіріп, міне тартсаңыздар үлкейеді, мына жағына қойсаңыз кішкене бәрі инструменттерді қолданып көріңіздер. Тартсаңыздар келеді бәрі. Және Enter батырмасын, маған осы размер келеді, Enter батырмасын басамын. Енді маған арттағы мына фонды алып тастау керек. Ол үшін бағана ерекшелеген листқа барамда, өзімнің суретімнің үстіне қоям. Және асықпай, әдемілеп, басқа жаққа кетіп қалмау үшін бәрін выделить етіп аламын. Міне, көріп отырсыздар. Осылай сіздер де асықпай жұмыс жасайсыздар. Міне. Енді мына жерде міне көрдіңіз бе, артылып кетті ғой, соны Ctrl-Alt пенен, клавиатураның Alt деген батырмасын басып, осылай келтіріп аласыздар. Міне. Енді жібереміз. Енді бұны қалай сақтаймыз? Мына фонды жоқ болу үшін сіздер Ctrl-S-ны басып, және бірден Ctrl-V-ны басасыздар. Сол кезде мынау шығады. Енді осы жердегі слойдың шықты ғой, мына жерге қарадыңдар ма? Сол слойдағы өзіміздің суретіміздің артында фон тұрған сурет бар ғой, розовый, соның көзін басып тастаймыз. Сонда міне өзіміздің суретіміз келді. Енді бұл суретті әдемілеп қойып аламыз. Осы жерге қарасаңыздар, міне розовый фондар қалып қойды. Енді оны өшіргішпенен алуымыз керек. Әдемілеп, міне шашымның мына жерінде қалыпты. Сіздер де әдемілеп аласыздар, асықпай. Және қолымның мына жерінде. Осылай сіздер де аласыздар. Енді бұл суретті былай, болмаса былай қозғалтуға болады. Енді өзімізге ыңғайлы болу үшін мен бір шетіне қоямын. Шетіне қойдым. Енді бұл жерде біз мына жерге тақырып жазуымыз керек, болмаса сөз жазуымыз керек. Ол үшін Т дегенге барамыз және жазамыз. Мысалы, мен өзімнің пәнім бойынша жазамын. Мысалы, 10-шы сыныптарға, 10-шы сынып сабақ беретін класстарымды жазып жатырмын да. 10-шы сынып тақырыбым, мысалы, өздерің білесіңдер, енді 10-шы сыныпқа, мысалы, зертханалық жұмыс дейін. Зертханалық жұмыс. Тақырыбымның аты өтетұғын. Және осылай жазып қойсақ болады. Енді астына түсіп, өзіміздің фамилиямызды жазсақ та болады. Информатика пәні мұғалімі. Тілеубаева N.E. Міне, осылай жазып алдым. Енді осыны біз ыңғайлы жерге қоюымызға болады. Мысалы, мен мына жерге қоя салайын, міне. Әдемі көрініп тұр. Енді осыны әдемілеу үшін біз осыны жазып алған слойдың үстіне барып, оған отводка беруіміз. Мысалы, көлемін үлкейтіп, бұдан да әдемі қылуымызға болады. Ол үшін, міне, мынаның үстіне, слойдың үстіне 2 рет басасыздар. Сол жерде, міне, стиль. Өзіміз көріп тұратұғындай, міне, шетіне қоя салай. Міне, стиль тауып аламыз. Және осы жерден мынаны қойдық, және отводка берейік. Міне. Болмаса, бұлай берсек те болады. Маған осы, міне, көреміз жан-жағынан. Қарап балдар, асықпаймыз. Міне, маған ұнап тұр. Окей дейін. Міне, маған осылай шықты. Енді бұның біз шрифтін үлкейтуге болады. Ол үшін жаңа неге барамыз? Осы жерден белгілеп аламыз бәрін. Және мына жерде көлемін үлкейтуге болады. Шрифтін Word'та редактировать етеміз ғой, сол сияқты үлкейтіп алсақ та болады.
болмаса жирный қылып қойсақ та болады, әдемілеп мындай қылып жазып қойсақ та болады. Енді оны көреміз міне. Енді бұны былайлау қойсақ әдемі көрінді, иә? Міне. Енді біздің жұмысымыз осыменен бітті. Бұны қалай сақтаймыз? Бұны файл, сохранить как дейміз. Сохранить как. Және мына жерде Photoshop деп тұр ғой. Осы жерді басып, JPEG формасында сақтауымыз керек. JPEG дейміз және сохранить. Сохранить еткен кезде бізге качествосы 12 болу керек. Сонда біздің суретіміз әдемі шығады. Окей дейміз. Енді сақталды ма? Көрейік. Қайда сақталды? Ашып қараймыз. Мына жерге рабочий столға сақталыпты. Міне әдемі шығып тұр. Өздеріңіз осылай жұмыс жасап көріңіздер. Әдемі шықты. Рахмет, сау болыңыздар. Келесі сабақтарымда көріскенше сау саламат болыңыздар.